Қайырлы күн курс тыңдаушылары. Келесі дәріс тақырыбы буландыру қондырғылары және буландыру аппараттары. Буландыру және оның қолданылу салалары туралы жалпы мәліметтер. Бір корпусты және көп корпусты буландыру қондырғыларындағы температуралық шығындар, буландыру қондырғылардың материалдық және жылу баланстары. Буландыру не үшін қажет? Біріншіден, сұйытылған ерітінділерінің концентрациясын арттыру қажет. Екінші, олардан еріген заттарды кристаллизация әдісімен бөліп алу үшін қажет. Кей жағдайда еріткішті бөліп алу буландыру қондырғыларында техникалық не ішетін су алған кезде буландыру процесі қажет. Буландыру тәсілдері. Буландыратын ерітінділерді қайнатуға дейін ысыту үшін түтінді газдарды, электрод тогын және жоғары температуралы жылу тасымалдағыштарды қолданылады. Буландырғыш аппараттарында ысытатын жылу тасымалдағыш ретінде көбінесе су буы қолданылады. Мұндай буды ысытатын немесе біріншілей бу, ал ерітіндінің қайнағанында пайда болған буды екіншілей бу деп аталады. Ысытатын немесе бірінші бу ретінде бу регенераторларынан, бу турбиналарының аралығынан алынған немесе пайдаланылған буларды қолданады. Буландыратын ерітінділерге жылу көбінесе қабырға арқылы беріледі де, ал оттық газдар немесе басқа газды жылу тасымалдағыштармен ысытылғанда ғана ерітіндімен тікелей жанасу арқылы беріледі. Буландыру вакуумда, жоғары қысымда және атмосферлік қысымда жүргізіледі. Вакуумда өткізілетін буландыру процесінің атмосферлік қысымдағыға қарағанда бірнеше артықшылығы бар. Процесті көп төмен температурада өткізуге, яғни аппаратты ысыту үшін төмен қысымды буды пайдалануға болады. Жоғары температурада ыдырап кетуі мүмкін болатын заттардың ерітінділерін қоюландыруға, ысытатын бу мен ерітіндінің қайнау температураларының айырмасы көп болады. Яғни аппараттың өлшемі мен жылу алмасу беті азаяды. Буландыру аппаратынан шығатын екіншілей бу ысытатын бу ретінде пайдалану мүмкіндігі туады. Вакуумдағы буландыру процестерінің кемшіліктері бұл қосымша қондырғылар, конденсатор, тамшы ұстағыштар және вакуум насостарды қою, яғни қондырғы қымбаттайды, сонымен бірге шығын да көбейеді. Атмосферлік қысымда буландыруда екіншілей бу пайдаланбай атмосфераға шығарылады. Буландырудың бұл тәсілі өте қарапайым, бірақ экономикалық тиімсіз. Атмосферлік қысымнан жоғары қысымда буландыру ерітіндінің қайнау температурасын көбейтеді және пайда болған екіншілей буды қайтадан буландыру процесіне немесе басқа жылу техникалық мақсаттар үшін пайдалануға болады. Басқа мақсаттар үшін ажыратылатын екіншілей будың бөлігін экстра бу деп атайды. Атмосферлік қысымдағы ал кейбір кезде вакуумдағы буландыру процесі бір буландыру аппараттарында өткізіледі. Бұл жағдайда ысытатын біріншілей будың жылуы бір рет қана пайдаланып, ал екіншілей будың жылуы пайдаланбайды. Бір корпусты буландыру қондырғылары. Орталық циркуляция құбыры бар үздіксіз жұмыс істейтін буландыру аппараты негізінен ысыту камерасы мен сепаратордан құралады. Ысыту камерасын сепаратордан бөлек орналасып, онымен құбыр арқылы жалғасуы да мүмкін. Камера әдетте қаныққан су буымен ысытылады. Бу құбырлар сыртындағы кеңістікпен өтіп конденсацияланады және камераның төменгі жағынан шығады. Көп корпусты буландыруда қазіргі буландыру қондырғыларында өте көп мөлшерде су буландырылады. Бір корпусты қондырғыда 1 кг суды буландыру үшін 1 кг ысытатын бу қажет. Бұл жағдай ысытатын будың өте көп мөлшерде шығындалатынын көрсетіледі. Келесі суретте бір корпусты буландыру қондырғысы көрсетілген. Келесі көп корпусты буландыру қондырғысының сызбасы келтірілген. Соңғы аппаратта екіншілей будың қысымына байланысты көп корпусты буландыру қондырғылары вакуумды және жоғары қысымда болады. Өнеркәсіпте вакуумды қондырғылар жиі кездеседі. Мұндай қондырғыларды буландыру аппараттарының қалың болса да, қабырғалары қалың болса да, конденсатордың жоқтығы қондырғының артықшылығын көрсетеді. Көп корпусты қондырғылардың қолданылуы бұл яғни кептіргіш, экстра бу ретінде ректификациялық колонналарда, жылу алмастырғыш аппараттарда қолданылады. Буландыру қондырғыларының температуралық шығындары. Буландыру процесі қайнап тұрған ерітіндіге жылу тасымалдағыштан жылу беру арқылы жүзеге асады. Бұл кезде олардың арасында температура айырмашылығы болу керек. Пайдалы температуралар айырмасы бұл жылу тасымалдағышпен буландыратын ерітіндінің қайнау температурасы арасындағы айырмаға тең. Бір корпусты
буландырудың материалдық балансы жалпы бұл яғни бірінші бастапқы және қоюландырған ерітіндінің мөлшері мен екінші будың яғни қосындысына тең. Буландыру қондырғы атмосферлік қысымдағы, ал кейбір кезде вакуумдық процесі бір буландыру аппараттарында бұл жағдайда ысытатын судың жылуы бір рет қана пайдаланып, ал екіншілей будың жылуы пайдаланылмайды. Келесі тағы да бір корпусты аппараттың буландыру қондырғысының сызбалары келтірілген. Және көп корпусты аппараттың буландыру қондырғысы келтірілген. Суретте көріп отырғанымыздай, өндірістегі көп корпусты буландыру аппараттарының сұлбасы келесідей түрде орналастырылады. Байқап отырсаңыздар, жылулы насосты буландыру аппараты бұл жылулы насосқа жұмсалған энергия шығын біріншілік және екіншілік булардың қанығу температурасының айырмасына тура пропорционал. Ал бұл айырма буландырылатын ерітіндінің температуралық депрессиясына байланысты. Сондықтан температуралық депрессиясы төмен ерітінділерді буландыруда бұл аппараттарды қолдану өте тиімді. Еркін циркуляциялы буландыру аппараттары. Еркін циркуляциялы буландыру аппараттары құрылымы жағынан қарапайым болғанымен, жылу өту коэффициентінің төменділігі және аз өнімділігіне байланысты өндірісте өте сирек кездеседі.